сіздермен оқушылар, бүгін біз қайталанбайтын терілер, комбинаториканың негізгі формулалары атты тақырыбының А деңгейлі есептерін қарастыратын боламыз. Ең бірінші бізге берілген есеп теңдер 9-да бірінші есеп. Бұл жерде бізде теру өрнектері берілген, соны біз теру формуласы арқылы ашып есептеуіміз қажет. Ең бірінші бізде с 5-тен 1, оны біз 5 факториал бөлінген 1 факториал, 5 азайтылған 1 факториал деп жаза аламыз. 5 факториалды түрлендіретін болсақ, бізде 4 факториал көбейтілген 5 деп жаза аламыз. Бөлінген 4 факториал. Бұл жерде 4 факториалдар қысқарып кетеді. Яғни 4 факториал мен 4 факториал қысқарса, бізде 5 қалады. Яғни есептің жауабы бізде 5 болады. Келесі бізде осы есептің екінші шарты, яғни бізде с 5-тен 3, ол бізде 5 факториал бөлінген 3 факториал, 5 азайтылған 3 факториалға тең. Бұл жерде біз 5 факториалды 3 факториал ретінде түрлендіріп алсақ, 3 факториал көбейтілген 4, көбейтілген 5, бөлінген 3 факториал, көбейтілген 2 факториал. Бұл жерде бізде 3 факториал мен 3 факториал қысқарып, 4 және 2 факториал қысқарып кетеді. Сонда бізде 2 және көбейтілген 5, ол бізде 10 қалады. Яғни есептің жауабы бізде 10 болады. Келесі бізде үшінші есеп с 6-тан 3, ол бізде 6 факториал бөлінген 3 факториал, 6 азайтылған 3 факториал деп жаза аламыз. Яғни біз бұл жерде 6 факториалды ашып жазатын болсақ, 3 факториал ретінде 3 факториал көбейтілген 4, көбейтілген 5, көбейтілген 6, бөлінген 3 факториал, көбейтілген 3 факториал деп жазамыз. Бұл жерде бізде 3 факториал мен 3 факториал қысқарып кетеді, және 3 факториал ол бізде 6-ға тең болғандықтан, ол жерде бізде 6 мен 3 факториал қысқарады. Сонда бізде 4 пен 5-тің көбейтіндісі ғана қалады. Сонда бізде бұл жерде 4 пен 5-тің көбейтіндісі 20-ға тең. Келесі бізде төртінші есеп с 9-дан 11. 11 факториал бөлінген 9 факториал, 11 азайтылған 9 факториалға тең. Бұл жерде біз 11 факториалды 9 факториал ретінде түрлендіріп жазсақ болады. Яғни 9 факториал көбейтілген 10, көбейтілген 11, бөлінген 9 факториал көбейтілген 2 факториал. Бұл жерде бізде 9 факториал мен 9 факториал қысқарады, және 10 мен 2 факториал қысқарады. Сонда бізде 10 мен 2 факториал қысқарғаннан 5 қалады, 5 көбейтілген 11, ол бізде 55-ті береді екен. Келесі бізде 9-да 2-ның бірінші шарты. 5 қаламның екеуін және 3 қарандаштың екеуін таңдау тәсілін санын табу қажет. Алданғы тақырыптарды өткен кезде біз қосу ол бізде немесе, ал көбейту болса және сөзін білдіретінін айтып кеткен болатынбыз. Бұл жерде бізге осы екі көмекші көмекке келеді. Яғни қаламнан таңдау ол бізде с 5-тен 2, ал қарандаштан таңдау бізде ол с 3-тен 2-ге тең екенін көреміз. Бұл жерде біз 5 қаламның екеуін және 3 қарандаштың екеуін таңдау тәсілін санын табу қажет болғандықтан, с 3-тен 2-ні көбейтеміз с 5-тен 2-ге. Себебі бізде және сөзі көбейтуге тең. Сонда біз бұл терулерді ашып, орнына қоятын болсақ, 3 факториал бөлінген 2 факториал, көбейтілген 1 факториал, көбейтілген келесі бөлшек 5 факториал, бөлінген 2 факториал, көбейтілген 3 факториал. Бұл жерде бізде 3 факториалды ашып жазатын болсақ, 3 факториал бізде 2 факториал мен 2 факториалмен қысқарып кетеді. 3 факториал мен 3 факториал қысқарады, 2 факториал мен 4 қысқарады. Сонда бізде 3 көбейтілген 10-ды береді, жауабы 30. Келесі бізде 9-да 2-ның екінші шарты. 10 раушангүлдің 3-еуін және 7 қалампырдың 4-еуін таңдау тәсілін санын табу қажет. Бұл жерде біз жаңаға есеп сияқты әдісті қолданатын боламыз. С 10-да 3 дегеніміз раушангүлден таңдау, ал с 7-ден 4 дегеніміз қалампырдан таңдау. Және сөзі болғандықтан арасына көбейту таңбасы қойылады. Енді осы теңдікті шешейік. С 10-да 3 дегеніміз 10 факториал бөлінген 3 факториал көбейтілген 7 факториал. С 7-ден 4 дегеніміз 7 факториал бөлінген 4 факториал көбейтілген 3 факториалға тең. Оларды көбейтеміз және ашып жазатын болсақ, 10 факториалды және 7 факториалды алымында тұрғандарын түрлендіретін боламыз. Яғни 7 факториал көбейтілген 8, көбейтілген 9, ол көбейтілген 10, бізде 10 факториалды береді. 7 факториалды біз 4 факториал көбейтілген 5, көбейтілген 6, көбейтілген 7 деп ашатын болсақ, және бөлшектің алымы мен бөлімі қысқаратын болса, бізде 4200 деген сан шығады екен. Келесі 9-да 2-ның үшінші шарты. 20 ер баланың екеуін және 21 қыз баланың екеуін таңдау тәсілін санын табу қажет. Бұл жерде бізде екі есепте қойылған әдіс бойынша қолданатын боламыз. Яғни с 20-дан 2 ол бізде ер бала, ал с 21-ден 2 қыз баланы таңдау тәсілдері. Енді екеуінің көбейтіндісі болады, себебі бізде және сөзі қолданылып тұр. Осы теңдікті ашып теру формуласына жазатын болсақ, 20 факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген 18 факториал, көбейту 21 факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген 19 факториал. Бұл жерде бізде 20 факториал және 21 факториалды түрлендіріп жазатын болсақ, 18 факториал көбейтілген 19 көбейтілген 20, ал 21 факториал бізде 19 факториал көбейту 20, көбейту 21. Бұл жерде бізде қысқару жұмыстары
жүріп және амалдар көбейтілетін болса, ол бізде 39900 санына тең екен. Келесі бізде 93-ші есеп тепе-теңдікті дәлелдеңдер. Ең бірінші бізде есеп с8-ден 4 қосылған с8-ден 3, ол бізде тең с9-дан 4-ке тең екенін дәлелдеуіміз қажет. Бұл жерде біз өрнектің оң жағын қарастырып алсақ, с8-ден 4 қосылған с8-ден 3. Бұл жерде бізде сразу ашып жазып салуымызға болады. Яғни 8 факториалды 4 факториал көбейтілген 5, көбейтілген 6, көбейтілген 7, көбейтілген 8 деп жазатын болсақ, ал 4 факториал көбейтілген 2, көбейтілген 3, көбейтілген 4 деп жазсақ, бұл бізде 4 факториал мен 4 факториалдың көбейтіндісі. Яғни 4 факториал мен 4 факториал қысқарып кетеді бірінші бөлшекте. 6 және 8 сандары 2, 3, 4 сандары қысқарады. Және қосылған екінші бөлшекте 5 факториал мен 8, 6, 7 сандардың көбейтіндісі бөлінген 3 факториал көбейтілген 5 факториал, ол бұл жерде қысқарту жұмыстары жүріп, ол бізде 126-ны береді. Келесі біз теңдіктің сол жағын қарастыратын болсақ, яғни с9-дан 4, ол бізде 9 факториал бөлінген 4 факториал көбейтілген 5 факториалға тең екенін көреміз. Бұл жерде 9 факториалды 5 факториалға түрлендірсек, яғни бұл жерде қысқарады. 5 факториал мен 5 факториал 2, 3, 4 сандары және 6, 8 сандар қысқаратын болса, бізде 2 көбейтілген 7 көбейтілген 9, ол бізде 126-ға тең. Яғни 2 теңдікте бізде 126 шығып тұр, сонда бізде 2 теңдік тең екенін көреміз. Яғни тепе-теңдік дәлелденді. Келесі бізде 93-ші есептің екінші шарты, яғни с8-ден 4 қосылған с8-ден 3 қосылған с9-дан 5 тең с10-5-ке. Бұл жерде біз өткен есеп бойынша с8-ден 4 қосылған с8-ден 3, ол бізде 126-ға тең екенін білеміз. Және бұл жерде біз теңдіктің с9-дан 5 екенін анықтаймыз. Және келесі бізде сол жағын анықтасақ, тепе-теңдік дәлелденгенін көретін боламыз. Яғни с9-дан 5, ол бізде 9 факториал бөлінген 5 факториал, 9 азайтылған 5 факториал. Яғни ол бізде тең 9 факториалды 5 факториал ретінде түрлендіріп аламыз. Яғни 5 факториал көбейтілген 6, көбейтілген 7, көбейтілген 8, көбейтілген 9, ол бізде 9 факториалды береді. Бөлінген 5 факториал және 1, 2, 3, 4 сандарының көбейтіндісі, ол бізде 4 факториалды береді. Бұл жерде біз 5 факториал мен 5 факториалды қысқартамыз. Яғни 6 және 2 көбейтілген 3-ті қысқартамыз. 8 бен 4 сандарын қысқартамыз. Сонда бізде 7 көбейтілген 2 көбейтілген 9 қалады. Ол бізде 126-ға тең. Келесі с10-5-ті түрлен дәл солай ашып жазатын болсақ, сол амалдарды қолданамыз. Яғни 5 факториалды ашып, 10 факториалды 5 факториал ретінде түрлендіретін боламыз. Бұл жерде бізде қысқару жұмыстары енеді. Яғни бұл бізде 252-ге тең екенін көреміз. Яғни 126 қосылған 126, ол бізде 252-ге тең. Яғни 2 теңдік тең екенін байқаймыз. Сонда бізде бұл тепе-теңдік дұрыс екенін көреміз. Келесі бізде 93-ші есептің 3-ші шарты с6-дан 0 қосылған с6-дан 1 қосылған с6-дан 2 қосылған тағы сол сияқты с6-дан 6, ол бізде 64-ге тең екенін көріп тұрмыз. Бұл жерде осы тепе-теңдікті дәлелдеу қажет. Көрсетілген қасиет бойынша, терудің қасиеті бойынша, бұл бізде 2n-ға тең екенін көріп тұрмыз, 2-нің n дәрежесіне. Яғни бұл жерде бізде n санының орында 6 саны тұр. Яғни 2-нің 6 дәрежесі, ол бізде 64-ке тең. Яғни бұл қасиет орындалу арқылы біз теңдік тең екенін байқаймыз. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.